Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы өте қарапайым, 30 минутта дайын болатын медовиктің рецептісімен бөлісемін. Сондықтан менімен бірге соңына дейін болыңыз. Ең алдымен бізге отқа шыдамды, асты қалыңдау ыдыс қажет болады. Оны өте төмен, баяу отқа қоямыз да, оған осындай табиғи балымызды саламыз. Балымыздың табиғи болғаны өте жақсы, сонда тортымыздың да дәмі әдемі болады. Оны осылай ыдысымызға салып, баяу отта тоқтамай, яғни осылай лопаткамен немесе қасықпен қозғау арқылы ерітеміз. Үстіне бір шай қасық ас содасын қосамыз. Бізде осындай реакция болады, яғни аппақ болып көпіріп шығады. Бұл массаны тоқтамай осылай қозғаймыз. Бізде осылай түсі өзгере бастайды. Егер осындай түс керек болса, осы жерден де тоқтатсаңыз болады, бірақ мен осындай қою қоңыр болғанын қаладым, сондықтан осылай қозғай бердім. Енді отты өшіреміз де сары майымызды саламыз және кішкене араластырамыз. Балымыз ыстық болғандықтан сары майдың өзі еріп кететін болады. Енді біз жұмыртқамызды осылай миксермен шайқап аламыз. Аппақ болып көпіреді, сосын кішкене шым-шым тұз қосамыз. Тағы да миксерлейміз. 2 немесе 3-ке бөліп, осылай қантымызды салып, миксерлеуді тоқтатпаймыз. Яғни біздің массамыз 2, тіпті 3 есе сондай ұлғайып, көпіріп дайын болады. Оның үстіне жаңағы ертілген балымызды осылай құямыз. Кішкене араластырып аламыз. Сосын ұнымызды 2 немесе 3 осындай бөлікке бөлу арқылы қосамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады, немесе ары қарай да миксермен жалғастырсаңыз да болады. Ең бастысы бізде ешқандай да түйін, яғни түйіршік қалып кетпеу қажет. Ұн әрқайсымызда әртүрлі болғандықтан, яғни бұл массамызға 180 және 200 грамның аралығында кетеді. Менде бұл қамырға 185 грамм кетті. Сіздерде одан көп кетіп жатса да, бірақ 200 грамнан асырмаған дұрыс. Осылай бізде сұйық қамырымыз дайын болды. Оны 2-ге бөліп, осындай противенге, яғни пергамент қағаз төселген противенге жұқалап жайып шығамыз. Осылайша оны 180 градуста 7 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Мен мұнда 2 еселенген крем дайындап жатырмын. Яғни тортымды биік ету үшін мен бұл рецепті 2 еселеп жасаймын. Қантты өз қалауыңызша дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Менде 7 ас қасық кетті. Енді піскен корждарымыздың шеттерін осылай пышақпен әдемілеп түзулеп кесіп аламыз. Яғни бізге осы артық қамырлары кейін үгітіп, оның жан-жағына әсемдеуге қажет болады. Бұл жерде менде 4 корж болды, бірақ мен бұл қамырды, яғни рецепті 2 еселеп жасағандықтан, менде 8 корж болады. Егер сіз тортыңыздың биік болған қаламасаңыз, төменде қалдырып кеткен рецепт бойынша жасай берсеңіз болады, яғни сізде 4 корж болады. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін тарелкеге немесе қалаған бір ыдысыңызға коржды қоямыз. Оның үстіне 2 немесе 3 ас қасық осындай кремімізді жағамыз. Кремнің көп болған дұрыс, себебі ол бірден сіңіп кетеді. Осылай 2-ші, 3-ші корждарымызды қойып, кремдерді жағып, осы процесті қайталау арқылы тортымызды жинаймыз.
Менде осындай 8 коржды, яғни биіктеу торт болды. Бұл торттың бетінде, жан-жағын да осылай лопаткамен немесе қасықпен кремді жақсылап жағып аламыз. Яғни барлық жағына осы крем жақсылап сіңуі қажет. Енді біз қалған корждарымызды блендермен немесе оқтаумен осылай езіп аламыз. Бізде осындай үгітілген корж болып шығады. Оны тортымыздың бетіне, жан-жағына жақсылап солай сеуіп шығамыз. Осылай жан-жағын қолмен немесе лопаткамен істесеңіз де болады. Маған қолмен ыңғайлы болды. Осылайша енді тортымызды кем дегенде 3 сағатқа тоңазышқа крем сіңу үшін қойып қоямыз. Торттың бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Бұл жолы мен құлпынайды қолдандым. Сіздерге кеңесім, бұл тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындалуы өте оңай, көп уақытыңызды алмайды. Және де құрамы қарапайым болғандықтан кез келген келіншек жасай алады. Және де нәзік әрі дәмді болып шығады. Тіпті қонақтарға да жасап берсеңіз болады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде шығатын жаңа рецепттерді жібере алмау үшін колокольчикке басып қойыңыздар.